Бұл күнделік қолыма 3 ай бұрын түскен болатын. Қалай, қандай жағдайда қолыма түсті, ол жағы маңызды емес деп ойлаймын. Бастысы осы күнделікке жазылған әңгімелерді дәлірек айтсам, оқиғаларды сол қалпында сіздердің назарларыңызға ұсыну. Кім білсін, бұл күнделікте жазылған боямасыз оқиғаның кейбір кейіпкерлері осыны оқитында болар. Менің міндетім әдеби мәдениеттің негізін сақтай отырып, кейіпкерлердің атын өзгерту, бірақ оқиға өткен қалалар мен орындарды атаусыз өзгеріссіз қалсын. Сонымен әлқиса бастаймыз. Бірінші оқиға. Бүгін досымның туған күні. Хат ажалдап қойғанын айтып таңертең телефон соққан болатын. Енді міне, бар жақсымды киіп, барымды арқалап, айтқан жеріне жеттім. Жол бойы бүгін ішпеймін деп байламға келіп, өз-өзімді қайраумен келдім. Алдында ішкеннің кесірі қатты батты. Беріп тұрған қызға қайратымды өткізе алмай қайтқанмын. Көп адам жиналған екен, көзіме оттай басылған шашын сары түске бояған ботагөз аққұба қыз болды. Бойы ортадан сәл төмен, ашаң жүзді қызға бірден құмарым ауды. Сазандай санын жалтыратып, көтін бұлтитып, емшегін жартылай жалаңаштап, қызыл көйлек киіпті. Дастархан басында өкінішке орай қарама-қарсы отырып қалыппыз. Оның үстіне ойнақы көзбен атып, іші бауырыма кіріп бара жатқандай сияқты. Ары-бері еңкейгенде, онсыз да алды кең көйлегінен 3 размерлі емшегі салбырап көрініп, мені мүлде есімнен тандырды. Қалайда жеке қалатынымызға бек сенімдедім. Міне арада біраз уақыт өткеннен кейін биге шықтық. Аздап ұрттап отырып, қыз масайып қалыпты. Аты Торғын екен. Бастапқы қол жүгірту фазасы сәтті аяқталды. Арасында жарық сөнген кезде болатын баяу ырғақты би кезінде қолдарым емшегінің формасын жақсылап зерттеп шықты. Қысқа етегін көтеріп, артын сипау қызға қатты ұнады. Ендігі кезекте оңаша жерге алып шығу болды. Оның сәті тек жарты сағаттан соң түсті. Таза ауаны сылтауратып, үйдің артындағы баққа алып келдім. Көктемнің соңғы күндерінің бірі жылы кез еді. Үлкен бір ағаштың қалқасына барып, оңаша қалған соң қыз мүлде ашылды. Сүйісу, аймаласу процесі өте қатты құмарлықпен өтті. Қай қыздың болмасын, мойнынан сүйсең, асты суланып шыға келетін әдет емес пе? Ақтамағынан жеңіл өбіп өткенде, қыз ыңырси балқып, қолын менің ауыма жүгіртті. Қыз көйлектің иығы сыпырылдап, лифчик төмен түсірілді. Енді айқас топ-томпақ екі емшекпен менің қолдарымның арасында өтті. Қызда менің мүшемді уысы толғанша ұстап рахатқа батып барады. Бір қолыммен келте-тектің астына салдым. Трусидің сыртынан жеңіл сипап, сосын барып бір жағын сәл түріп, клитордан сипадым. Бір қолыммен емшегін қысып, екіншісінің сосогымен тіліммен қытықтап жатырмын. Ана жері дымқылданған қыз маған үйкеліп, даусының ыңырси шыққанына дейін сездім. Теріс қаратып ағашқа сүйеп тұрғыздым. Қысқа етекті жоғары түрдім. Труси бір жағына қарай сырылды. Жайлап бойлап сұқтым. Қыз балқи ыңқылдай бастады. Екі емшектен қыса ұстап соққылай бастадым. Менің ырғағыммен бірге қыздан да тынысы да жиілей бастады. 10 минуттай сықылдаттым. Жалма-жан суырып алып сыртқа бітірдім. Қыздың сәл-пәл тершіген жүзінен ризашылықтың табын таныдым. Үлкен ағаш қаласындағы Торғынмен жақын таныстық. Үйдің екінші қабатындағы тар бөлмеде жалғасты, бірақ ол жағын кейін басқа оқиға. Екінші оқиға. Жоғарғы қарай көтерілгенім есімде жоқ. Бар білерім балтатыған еріндердің дәмі, алкоголь араласқан қыз құмарының иісі. Басым айналған соншалық төменде дүрсілдеген музыкада әсер етпейді. Бар есіл дертім Торғынды тар төсекке аунату. Төсекке жетпей жатып, суланған труси шешілді. Көйлек те жартылай сыпырылған қалпы төмен сырғыды. Бірақ лифчикпен біраз алысуға тура келді. Қара киген екен, біраз қинады мені. Қыздың мойнынан аймалай жүріп, оны да шештім. Қыз бүкіл денемді жалап, төмен сырғығанда өзімнің де лыпасыз тұрғанын аңғардадым. Қыз баяу төмен сырғып, қолапандай мүшемді аялай бастады. Жұмыртқаларымды бірінші көргендей, алақанды ойнатты да қатайған мүшеге ауыз салды. Бір сорғаннан жұлын тұтаммен рахаттың не екенін сезгендей болдым. Шашымнан умаждай ұстап жабайы рахатқа батып, қанша тұрғанын білмеймін. Көзімді әрең ашып төмен қарасам, қыз қомпылдатып сорып жатыр екен. Енді сәл кешіксем, қыздың аузына бітіретін түрім бар. Торғынды қақалдырмай тұрғанда ұрғылайын деп жоғары тарттым. Төсекке құлай кеттік. Аузына берген аздай енді кемшектің арасына қоптырғым келді. Торғын шалқалай жатты. Ойымды бірден түсінген сияқты, үбілкен екемшектерін қыса ұстап ыңғайыма көне кетті. Мен қоптырып жатырмын. Аздан соң төмен сырғыдым.
Қыз бұтын кең ашып шалқалай жатты. Шайлап кіргізіп изеңдей бастадым. Тағы деген торғынның балғын даусы мені одан әрмен елтеді. Осылай біраз соққылаған соң екі аяғын иық қалдым. Күн түймесі кеңінен ашылды. Түбіне дейін тығып қатты ұрғыладым. Екі қолым емшектерден босамайды. Ұзақ айдадым. Бұл жолы да мүшеғаптың жоқтығы білінді. Жалмазан суырып алып, ақ бұрқаншақты қыздың үстіне жібердім. Бәрі болып бояу сіңгесін. Ең бірінші ойлаған ойым бұл қыз қанша жігіттікін сорды. Ал мен онымен сүйістім, құсқым келді. Бірақ амал не? Енді аузын дұрыстап жуып жүрген шығар деген соқыр үмітпен үйге қайттым. Үшінші оқиға. Аружанмен танысқаныма бүгін екінші күн. Қалай екінші күн? Күні кеше ғана көз алдымда ойнап жүрген көршінің маңқа қызы сияқты еді. Енді міне бой жетіпті. Мен басқа қаладан екінші жылдың ішінде құлым мүсін айқындала түсіп. Сәл биралау келген қолаң шашы керемет көрік беретіндей. Бұрын бала күнінде киіп жүретін шорт-үй топиктерін бұл күндері ашық түсті жеңіл көйлек ауыстырыпты. Бұлтиған бөксесінің бүлкілінен еркек мүшесімен етене таныс екенін аңғаруға болатын еді. Ебін тауып жүріп әйтеуір сөйлестім. Басында қалап жүрген қыз енді менімен жыртыңдасуға жарап қалғаны білінеді. Сол жыртыңдасудың жалғасы ертесінде менің көлігімнің ішінде жалғасады деп еш ойламаған едім. Жаздың желсіз түні дүкенге барып келейік деген сылтаумен Аружан менің машинама мініп алып еді. Колледждің бірінші курсын бітірген қызды оңаша алып кету мен ойлағаннан да оңай болып шықты. Ауа райының қандай әсерлі екені жайлы әңгіме енді кіндіктен төмен түсіп жанды жерге барып қадалды. Сыраны сызылта ішіп отырған 17 жасар қыз әңгімешіл екен. Мен әдейі қоздыра аяқтарын айқастырып отыр. Әппақ санға қолымды жүгіртіп бастадым. Жеңіл сүйісіп отырып санынан сипалай бердім. Жас қыз бар ыңғайды маған беріп, бар ырқыма көніп жатыр. Келесі кезек екі санның арасындағы бір сызық саусақ тығуға тура келді. Ернін мойынның омырауын сорып, көйлектің сыдырмасын ағытып екемшекті жалаңаштадым. Орташа келген кеседей төңкерілген жағын ғана қос анарды кезек сорумен болдым. Сасоктары қатайып, қыз ыңырси шашымды сипалай берді. Бір қолым қыздың ауымен әуре болып жатыр. Труси суланды. Менікі бас көтерді. Қызды көліктің артқы отырғышына жатқыздым. Айналдырған аз уақыттың ішінде ақ көйлек пен ақ труси шешілді. Қыздың еш қарсылықсыз берілгені мені ойландырып та жатпады. Қызды бір қырынан жатқызып артынан жақындадым. Оймақтай ғана көліктің артқы отырғышы ыңғайсыздау екен. Өзім сыртқа шығып тұрып істеуіме тура келді. Біріншісін тез бітірдім. Тар екен. Аздан соң Аружан үстіме мінді. Анандай кинодан бар көргенін істеп тырысып бағуды. Ыңқылдаған балғын даусы тым әсерлі еді. Осылай екі рет көлікті сіркілегеннен кейін үйге қайттық. Келесі жолы Аружанға жаңа позаларды үйретуге уәде берген. Көреміз, ол қыз енді маған үйретіп жүрмесе. Төртінші оқиға. Бұл қызбен алғаш кездесуіміз мен үшін жақсы әсер қалдыра қоймады. Орал қаласының түнгі клубтарының біріне бас сұққан едім. Іссапармен келгеніме бүгін үшінші күн болды. Ертең күн жексенбі. Тыпыршып үйде жата алмадым. Бейтаныс қалада жалғыз өзімді еркін ұстауға тырысып, ең алғаш кездескен түнгі клубқа кіре салғанмын. Енді міне темекі шегетін арнайы орынға шығып, көк түтінді будақтатып тұрмын. Дәл жанымда телефонмен сөйлесіп бір бойжеткен тұрды.